болмасын, сүйінсіз. Менде жақсы жаңалық бар. Айта бер балам, не жаңалық ол? Апамен сездім, саған бөпелі болыпты. Ой, жаңалығың жақсы екен, керемет. Кел балам, отыр. Мен саған сүйіншіңді берейін. Балам, мынау менің саған берген сүйіншіңе. Отағасы жақсы хабар беріп жатыр, жиенді болыппыз. Осы ауылда 10 саусағынан өнер тамған ұстаз екеніңізді өзіңіз де білесіз. Ержігіт екеуіңіз жиенге арнап бесік дайындаңыздар. Біз қызымыз екеуміз жасауын дайындайық. Жарайды, қуана келсем. Алдымен мына ақ дастарханның бәтесін беріп жіберейін. Қолың жай балам. Берсін Құдай алмасын, еш жамандық болмасын, басымыздан бақ кетпесін, дастарханнан ақ кетпесін, өліге иман, тіріге береке берсін. Жүре ғой балам, анаң айтқандай біз бесікті дайындайық. Балам, бұл бесіктің ең бірінші бөлігі бөген деп аталады. Бөгенді әрлеу үшін мен қазақтың ұлттық оюы қошқар мейілді алдым. Осы оюды сен басып бере ғой, мен бояп берейін. Ау балам. Бесіктің бөлігі несімен бөліп тұрады? Балам, бесіктің құрылымы 9 бөліктен тұрады. Мен қазір жекелеп айтып берейін. Мынау ең бірінші арқалығы. Одан кейінгі мынау жаңа біз ою істеген бөгені. Одан кейін мынау шабағы. Одан кейін екі жақтауы келеді. Одан кейін мынау төменгі жақта шабау деп аталады. Одан кейін мынау бесіктің екі бетіндегі табаны. Бұны көнеде қазақта жорға деп те айтаған. Әке, мен сіз сияқты өскенде Сибір ұста болғым келеді. Ой, жарайсың балам. Арманың биік, қиялың жүйрік болсын, талабыңа нұр жаусын балам. Біз де мына бесікті бітірдік. Жүр, анаңа апарып берейік. Анаңда жасауларың болып қалған шығар. Анасым, біз бесікті дайындап болдық. Жарайсыңдар, біз де жасауын дайындап болдық. Кел қызым маған көмек. Құстың мамығынан көрпешесін, жастығын, баулығын дайындадық. Керемет шыққан екен. Бесікте жатқан бала таза болады, көркем мінезі болады. Қызым, анадан көргеніңді жадыңда тоғып, жүрегіңде сақта. Бүгінгі үйренгенің ертеңгі сенің шаңырағыңның берекесі.